Қалайсыңдар менің құрметті подписчиктерім, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Арнада видео шығармалы бір ай өтіпті, кешірім сұраймын. Енді сәл белгілі себептермен кешігіп қалдым. Және де бүгінгі видео өте қызықты болады. Енді бүгінгі видеода Перекоп жолын, яғни Владимир серверінде Перекоп жолының алғашқы сериясын бастайтын боламыз. Ал сіздер лайк пен комментарияны көбейткетіңдер, біз видеомызды бастаймыз, достар. Серверге кірген сәтімде Елжан деген бұрында Алаш деген семьямыз болып еді ғой. Сол семьядағы родноим, мені күтіп алды. И осында маған уже дамуға подарок беріп жатыр. Мен уже менде 450 слот болды, 450 блэккоин болды. Мен соны осы Елжанға саттым, сосын ол маған бір машина берді. Бірақ қандай машина екенін білмеймін, что за машина деп сұрап жатсам, загрузить дейді. Загрузить дейді. О, need scam дейді. Қазір загрузить етіп көретін боламыз бірге. Мен Блэкрашаға кірмегері ойлаңыздаршы, бір ай болған, қандай машина шыққан даже білмеймін ғой. Мынау что за машина, мынау Блэкрашада бар ма еді? Мынандай машина бар ма еді Блэкрашада? Точно ма, достар? Походу жаңадан шыққан блэкпастағы ғой деймін, достар, қателеспесем. Қазір достап қарап шығайын. Так, фарын жағып та неше тұрсын істеп салу керек. От души досым деп кәдімгідей Елжанмен немесе жатырмын. От душимді айтып, сәл рахметімді айтып жатырмын. Еще номеріңізді мен әдемілеп тұрып берген ғой. Багажнигінде ештеңе жоқ екен. Жарайды. Бұл көлік енді тағы да 300 блэккоин болғанда слот алса, все родной айтсам болды ғой. Мен шын айтайын, достар, жаңа мына машина загрузить еткен кезде, хенд деген кезде что-то түсінбей қалдым. Машина бар еді ғой, Хаммер сияқты бір машина бар еді ғой, эксклюзивный. Сома деп қалдым ше, реально. Енді Елжан от души бүгінгі видеоны көріп отырсан, родной. Енді мынаның рыногы қанша екен? Негізі 2 миллион тұрады, плюс тұрады, 1,7 беріп жүрген вебката дейді. Негізі осы бірде бірлемеген. Мұны зор екен ой үшін, достар. Наны сатқан кезде енді қазір видеода сатамыз бұны, 1,8-ге сатамыз. И все, достар, дальше одан кейін перекопымызды ары қарай жалғастырамыз. Мен қалтамда еще бір лям бар, достар. Бір ляммен қосып, 2,8 лям болады ғой. Блэкрашада что за бәлелер шыққанын білмеймін, бірақ скупщик деген бәле шығыпты ғой. Енді соған бүкіл халявчик нәрселерін бәрін сатайын деп отырмын. Как раз алдыңғы блэкпастың бәрін, алып скиндан әлі сатпаған ғой. Скупщикқа сатсам зор болады. Ой, бүгін пик деген жеді қоймайды. Зыбы шығарды ғой дейтін. Достар, қазір мен дальше инвентардағы заттарды потом салам. Бірақ қазір маған срочно осы машинаны сату керек. Еще қалтамда қарсыңдаршы, не бар, бәрін алып алғам ғой. Енді так что бәрін әзірге сатпай тұрам. Мынаны сатып, одан кейін барып перекопты жасап, бірақ барып скупщикқа бірақ барам ғой, достар. Енді қазір ары қарай біз видеоны жалғастырамыз. Аккаунтыма кірмегелі бір ай болды. Не өзгерді деп енді ұмытып қалғам ғой. Статистиканы қарасам әлі 12-ші бөлмем ғой. Еще календардан 10 блэккоин беріп отырмын. Что за нива, даже білмеймін да ғой, достар. Енді мен қазір бар ғой, ютубты қолыма алып, достар, енді ары қарай жалғастыратын болам ютубты. И сіздер маған деген поддержкаларыңыз болатын болса, болды. Қалған түк керек емес, болды. Қалған өзім справить етіп қоям. Так что, достар, сіздер поддержка берсеңіздер, мен дальше видео шығарам. Бірақ мен түсінбей тұрмын да, поддержка бересіздер ғой, база жоқ. Мынау артымдағы BMW неғып маған мешать етіп отыр, сол түсінбей отырмын. Барам да қазір резко мына машина сатпау керек, буға қарай барып. Бірақ мынаны сатсам бар ғой, 1,8-ден түсірмей сату керек, 1,8-ден үлкен қылып сату керек. Және айтты ғой, потому что рыногы негізі 2 лямнан көп, бірақ мен 1,7-де випкадан алып алдым деді ғой. Енді өздерің көріп тұрғандарындай сөйтеміз енді. Бірақ менде бар ғой, Блэкрашаны айтпақшы, достар, мен новый телефон алғасын, Блэкраша сәр қатып қалама, түсінбейдім вообще. Енді iPhone болғасы, ой, мынау құрғыр машина, в транспорте нет бензина деген әдемі кетті. Бір проблема аз етші. Ой, мынау BMW келатыр, не істейткен енді бізге. Интересно ше, татарская ОПГ дейма. Қазір түсеміз да, брат, айтамыз енді. Есть бензин деп, барлық орысшамыз саламыз қазір. Джон Татаров дейді ғой, закончился дейді. База жоқ айтты ғой, мен бүк көріп тұрып, ой, мынау проблема одан сайын аз еді. Вообще, база жоқ енді сұраққа тек да деп. Ести өтеді, мұнан қарсаш, тұры таза опы ғой. Қалтамда менің инвентарымда вообще жоқ екен, достар. Көріп тұрғандарындай бір бензин жоқ. Қолына пистолетін алып, бізде қолымыздан қорқытып пистолетін ұстап акамен қырын етіп тұр ғой. Дейді, не істейткен бізге интересно. Бірақ мен мынау Санта-Клаус басымен ешкім тесеймайды ау маған. Мынау уақыт бара тұр ғой, айрам газынан ше. Кім кеш маған қарай? Джон Татаров. Мен бывший астрологияны білмейді ғой, шутка дейді.
шулкан ол жаққа бармайды ғой сенің братишка. Енді короче қазір ойбай боқтап жүрмін, кешірім сұраймын. Қазір енді күтеміз, мына бензин әкпеген. Не қылсам мен қазір ойыннан шыға саламын ау, жегелау. Шығамын да қазір ары қарай машина сатуға қарай кірсем, короче. Мынау әйтпесе ұзақ болып кетті мынау. Достар, көріп тұрғандарындай мына машинаны уже номер знагын алып қазір сатайын деп отырмын. Енді қазір көресіздер видеодан қаншаға сататынын, бірақ енді жестко плюсқа кіргізейін деп тұрмын ше. Енді плюсқа дегенде бұл машина маған подарок етті ғой. Енді былай халявный келіп жатқан ақша ғой, жарайды еш етпес. Енді sell my car и нам ID 61 и достар, көріп тұрғандарындай 1.825.000 ғой. Анау комкаға ойбай не болып кетті. Так, дұрыс қой, 1.825.000 дұрыс. Енді мына кісінің алғанын күтеміз. Все. Енді тез алса екен деп тұрмын. О, все. Бисмиллах деп машинамыз саттық. Как раз кетті ғой комка дейтін. Енді все, достар, біздің қалтамызда уже 2.800.000 рубль бар, достар. Енді дальше басқа машиналарды көруге тырысамыз. Если болмай жатса, келесі видеода екінші серияда бірақ машина іздеп жалғастырамыз. ДБ, братан, ДБ деп админға жазып сиқыр ма, короче. Енді қазір мына жаққа барамызда машина іздейін десем, бір машина жоқ қой, қараңдаршы. Менің ақшама тең келетін бір машина жоқ қой, шіркін-ай. Енді слишком бай болып тұрғаннан ғой. Енді 2.880.000 бар. Енді қалған машина жоқ. Оны қойыңдаршы, достар, мынаны қарасаңдаршы, мынаның бәрін көпшікқа өткізсең сиқыр болатын сияқты ғой, нормальный ақша табатын шығармын. Енді достар, көріп тұрғандарындай, қазір бүгінгі видеоны қазір аяқтаймыз. Өкінішке орай аз болып қалғанда ренжімеңдер. Келесі видеоны бұйырса 10 минуттық қылып шығаратын шығарым деп ойдам. Себебі бүгін ғана видеоны түсірдім. Примерно бір 30 минутта түсірдім осы видеоны. Енді так что еңбегім бағалап, сәл немесеп кетесіңдер. Анау лайкты көбейтіп жүріңдер, патырлатып, сиқырлатып, там естіп жүресіңдер ғой. Бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Давайте.